Диагнозы туралы үйленбей тұрып білдім. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Елдос Колобоктың жұбайы балалы болуға қатысты өзінің пікірін айтқан екен. Бұл туралы Массагет KZ тілшісі жазды. Блогердің әйелі күйеуіне балалы бола алмайтыны туралы диагноз жас кезінде қойылғанын жеткізді. Елдостың диагнозы туралы үйленбей тұрып та білдім. Оған кішкентай кезінде операцияны дұрыс жасамаған. Салдарынан соңы осындай диагнозға әкеп соқтырды. Елдос диагнозы туралы білген кезінде мен жоқ едім. Бірақ үйленгеннен кейін дәрігерлерге барып, Түркияға барып емделді. Қайта операция жасалды. Әр ота жасалған сайын екеуміз қатты стресске түсетінбіз. Бірге жылап, бір-бірімізді жұбататынбыз. Осы уақытқа дейін екеуміз бір-бірімізге қолдау көрсетіп келе жатырмыз, деді ол. Ассалаумағалейкум қазақ елі, Құдай басқа салмасын. Негізінде бұл сынақ өте ауыр сынақ деп есептеймін. Себебі балалы бола алмай қалуды есту ол ер адамдарға оңай болмаса анық. Бұл жерде мен бұл жұпқа шынымды айтсам ризамын. Қандай ауыр сынаққа төзіп келе жатыр, бір-біріне қолдау көрсетіп келе жатыр, бір-бірін қолдайды, демейді. Алла тағала махаббатына берік болғаны үшін Құдай қаласа ниеттеріне қарай ұлды болуды, яғни перзент сүюді, немесе қызды болуды нәсіп етсе екен. Осы семьяның бақытты болып жүргенін шын жүректен көргім келеді. Құрметті қазақ елі, сіздер де аман болыңыздар. Барлығы жақсы болсын.